Қазақстанда 30 жасқа толған, жоғары заң білімі және 5 жылдық заңгерлік өтілі бар заңгер судья бола алады. Үміткерлерге қажет біліктілік емтиханын тапсыру, конкурсқа қатысу, тағылымдамадан өту. Бұл ретте заңның соңғы өзгерістеріне сәйкес кандидаттар кеңестің ұсынуын алғанға дейін немесе одан кейін тағылымдамадан өтуді таңдауға құқылы. Біліктілік емтиханы 5 кезеңнен тұрады. Заңнаманы білуге тестілеу, эссе жазу, кейс тапсырмаларын орындау, психологиялық тестілеу, сұхбаттасу. Қажет болса, қосымша кезең полиграфиологиялық зерттеу болуы мүмкін. Емтихандар жылына кемінде 4 рет өткізіледі және олардың нәтижелері 4 жылға жарамды. Құқықтық жекелеген салалардағы мамандар үшін облыстық соттың судьясы лауазымына орналасуға үміткерлерге оңтайландырылған біліктілік емтиханы көзделген. Ол 5 стандартты кезең емес, тек 2 кезеңді қамтиды. Бұл психологиялық тестілеу және күрделі кейс тапсырмаларын орындау. Компьютерлік тестілеу, эссе жазу және кейстік тапсырмаларын орындау. Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару ұлттық орталығы акционерлік қоғамда жүргізіледі. Тестілеу жоғарғы сот кеңесінің қызметкерлерінен емтихан тапсыру ережелері туралы ақпаратпен танысуды қамтитын нұсқамадан басталады. Тестілеу кезінде барлық үміткерлер заңды жұмыс өтіліне қарамастан 7 міндетті құқық саласын және екеуін таңдау бойынша 100 сұрақтан тұратын тест тапсырады. Компьютерлік тестілеуден өтуге 90 минут беріледі. Тестілеуден өту үшін қажетті балл 75 балл. Эссе берілген тақырыпқа жазылады. Эссе жазуға бөлінген уақыт 2 сағат. Эссе көлемі 500 сөз. Кейс тапсырмаларын орындау үшін үміткерлерге 3 тапсырма және 2 сағат уақыт беріледі. Кейстің тапсырмаларында көрсетілген сот практикасындағы жағдайлар заңнаманы білуге арналған компьютерлік тестілеуге енгізілген құқық салаларында негізделеді. Кейс тапсырмаларын шешу кезінде үміткерлердің жауаптары қойылған сұрақ бойынша тиянақты, өздерінің ұстанымдарын егжей-тегжейлі және анық баяндалуы және қолдануға жататын материалдық заңның нормаларына сілтемелерді қамтуы керек. Үміткерге қойылған сұрақ бойынша тек қана өз пікірін білдіріп қысқа жауап беруге және шешімнің сипаттама бөлігінде тапсырма шартының мәтінін толық қайталауына жол берілмейді. Бұл ретте емтихан билетін бір кейс тапсырмасы бойынша жауап осы тапсырманың шарттарымен туындайтын сот актісінің жобасы түрінде жасалуға тиіс. Эссе мен кейс үшін ең жоғарғы балл 5 балл. Эссе жазу және кейстерді орындау кезінде үміткерлердің жұмыстары автоматты түрде шифрланады. Сондықтан тексерушілер кімнің жұмысын бағалайтынын білмейді. Іріктеудің анықтығын қамтамасыз ету мақсатында компьютерлік тестілеудің эссе жазудың кейс тапсырмаларын шешу кезеңдерінің бейне жазбасы жоғары сот кеңесінің сайтында орналастырады. Компьютерлік тестілеу, жазбаша эссе, психологиялық тестілеу мен комиссия мүшелерімен әңгімелесу кезінде оқу құралдарын, арнайы әдебиетті, ұялы телефондарды және басқа да көмекші материалдар мен құралдарды емтихан өткізілетін дәрісханаға кіргізу қолдануға рұқсат етілмейді. Кейстік тапсырмаларды орындау кезінде ғана кеңес аппаратымен электронды түрде берген арнайы әдебиетті қолдануға болады. Емтиханның әр кезеңінде екіншісіне көмек көрсетуге жол берілмейді. Мұндай фактілер анықталған жағдайда үміткер емтихан тапсырудан дереу шеттетіледі. Кейс тапсырмаларын орындағаннан кейін кандидаттар облыстық және оларға теңестірілген соттарда психолог мамандар жүргізетін психологиялық тестілеуге жіберіледі. Оның мақсаты үміткердің судья ретінде жұмыс істеу үшін қажетті жеке психологиялық ерекшеліктерін, сондай-ақ мұндай жұмысқа кедергі келтіретін фактілерін анықтау болып табылады. Психологиялық тестілеудің құпия сипатын ескере отырып, оның қорытындысы бойынша нәтижелер кандидаттарға берілмейді. Психотест нәтижелеріне шағымдану тәртібі көзделмеген, бірақ оны 6 айдан кейін қайта тапсыруға болады. Кандидат психологиялық тестілеуден өткеннен кейін және арнайы тексеру нәтижелерін алған кезде ол құқық оқытушыларынан, заңгер ғалымдардан, судьялардан, бас прокуратура, жұртшылық және адвокаттар өкілінен тұратын біліктілік комиссияның мүшелерімен әңгімелесуге жіберіледі. Барлық кезеңдердің қорытындысы бойынша 20 балдан кемінде 14 балл жинаған үміткерлер біліктілік емтиханынан сәтті өтті деп есептеледі. Емтиханды қайта тапсыру мерзімі 6 айдан 3 айға дейін қысқартылды. Бұрын бұл мерзім 1 жыл болды. Бұл үміткердің ыңғайлылығы және олардың біліктілік емтихан кезеңдерінен тезірек өту үшін жасалады. Сонымен қатар, емтихан кезеңдерінің бірінен өтпеген үміткерлер енді қайта тапсыру кезінде осы кезеңнен бұрын сәтті өткен кезеңдерді қайта тапсыру қажеттілігінсіз бастауға құқылы.
Үміткер емтихан нәтижелеріне апелляциялық комиссияға шағымдана алады. Шағымды емтихан кезеңінің нәтижесін алғаннан кейін 3 күн жұмыс ішінде бере алады. Емтиханды бірінші рет тапсыруға ниет білдірген үміткерлер кез келген уақытта емтиханның басталуын күтпей құжаттарды жіберуге құқылы. Құжаттар Қазпошта арқылы немесе Астана қаласы Мәңгілік ел даңғылы 8 1Б кіреберіс мекенжайы бойынша қолма-қол қабылданады.